5 класстың қазақ тіліне көмектесіп отырмын. Қазақ тіл пәнін бересіз ғой? Қазақ тіл пәніне Мен бересіз? жалпы ғой, қазақ тіл пәні емес, жалпы. Кімге берейін? Мен қазынаға бердіңіз ғой қазақ тіліне. Енді жалпы ғой, енді мен 5 классқа бермеймін ғой. Так, қандай сөзге келдік? Құс ұшты. Құс ұшты. Қарға ұшты. Қарға. Құс ұшты. Құс ұшты. Құс ұштыға қандай сөз қойсақ болады? Жаңа камераны қоспай тұрғанда көп сөз тауып отырмын. Камераны қосқаннан сөз таппай қалдым. Так, давай осындай орын қалдырып кете беру. Почеркіңді көрсетіп қойып халқымызға. Мына тоқтақ құс ұштыға орын қалдырып кет, мына жерге жаз, я. Келесі сөз ащы дауыс. Иә. Ащы дауыс. Міне көрсетейін. Почеркіңді көрсетейін ба? Міне почеркісін көріп қойыңыздар. Арасынан қате іздеп тауып алып жүрмеңіздер. Давай, келесі сөз ащы дауыс. Ей, мынау ақтүс. Ой, құдай, ақтүс. Ақтүс. Мен де соны айтайын деп жатқанмын ғой, ақтүс деп. Ақтүс. Сосын ақтүс дейсің. Ақтүс деген ол қосарланған сөз, анау бөлек жазылып тұр ғой. Бізге бөлек сөз керек, ақтүс. Қосарланған деген бірдей, иә. Қосылып жазылып тұр, иә. Ақтүс деген, ақ дегенге ақ, ақтық деп жазатын болсақ, ақ шүберекті ақтық дейді ғой, бірақ ол кезде де ол да қосылып кетеді. Пейілі ақ деп жаз. Ей, олай жазбайды дәптерді былай. Пейілі ақ. Достар, ақ дегеннен келетін сөз тауып қойыңдаршы. Пейілі ақ. Жүрегі ақ. Көңілі ақ. Ақ дегенге көп екен, е? Соған мені жетпей отыр. Ақ түс. Жүрегі ақ сосын. Жүрегі ақ. Көңілі ақ. Ақ. Так. Болды ма? Болар, я. Сосын тағы көз ұсап кетсек, қазір тағы есімізге түсіп жатса. Мен көз ұсап отырмын ғой. Ащы дауыс. Ащы дауыс деп жаз, сосын ащы пияз деп жаз. Ащы деген... Тамақ. Енді тамақтың бәрі ащы болуы емес ғой. Бәрі. Постоянно ащы болатын нәрсені жасайын. Ащы китайский палочки. Ащы бұрыш. Любой бұрыш ащы болмайды. О, құдай, апайымен айтысып отырсай. Жаным, красавица, құлыншағым менің, құлыншақ. Ащы бұрыш, я? Ащы бұрыш, ащы сөз, ащы дауыс, андай ащы дауыс шығып атады ғой. Менің ұрысқан кезде ше. Жазып тұр. Ащы дауыс. О, құдайым, не болып кеттім. Красавица, сұп-сұлу өз мамасына айнымай солақай болып қапты ғой ше. Сосын. Бір еркелет тұрмедім ғой дұрыс. Мало, что ли? Они уже одно. Ащы дауыс, ащы бұрыш, ащы сөз айттым ғой жаңа. Құдай ай, айтқанды қағылшы. Неге соншама солақайлыққа дейін айнымай қалғансың, а? Ернімізге дейін. Иә. Сен ернің менкінен де ол. Ішім күйді. Ішің күйсе тұз жала. Тұз жағадың сен ба? Ішім күйді дейді. Ішім күйді. Ішім. Күйді деген сөзге не аламыз? Күйді деген сөзге қандай сөз алсам? Күйді. Ішім күйді дегенге. Нанның асты күйді. Нанның асты күйді, пеш түсіндір дейтін. Бүгін нан асты күймейді ғой. Болады осы сөзді алуға, давай жаз. Қандай? Нанның асты күйді. Нанның асты күйді. Нан күйді дейсің. Иә. Төтені күйді деп жазып қой сосын. Күйді. Іші күйді деп. Тұр ғой мені. Ішім күйді. Құдай ай. Маған не болды?
бұрын мындай емес едің ғой Айеке деп отырмын ғой. Айтпақшы достар, мен осы инстаграмды жүргіземін ғой, бірақ балдарымды түсіргенмен мен өзімді тым көрсетпеймін. Мені көргілеріңіз келсе, осы видеолардың, мүмкін осы видеоға или бұның алдындағы видеоларға или бұдан кейінгі видеоларға, әйтеуір бір видеоға өзімнің инстаграм парақшамды жазып қоямын. Сол арқылы инстаграмға көрсеңдер, сол инстаграмда мен тікелей эфирде отырамын, сол жаққа суреттерімді саламын, мен сол жақтан көре аласыңдар деп өзімді жарнамалап жіберейін. Пихать етіп. Келесі сөз өткір жігіт. Іші күйді дегенге тағы жазайықшы. Іші күйді жаздың ба? Ішім күйді, наным күйді. Күн күйді де, күн күйіп кетеді ғой. Күйіп кетті. Күн күйді. Күн күйді де жаза бер. Сөздің мағынасын өзгертпей қоя. Өткір жігіт, өткір пышақ, өткір жүзді. Келесі сөзге 3 сөз тоқып қойғансың ғой уже. Өткір жігіт. Осындай да сөз болма. Ой құдай. Өткір жігіт. Өтірік. Өтірік деп жазып отырсың ба? Иә. Өткір жігіт. Жігіл. Жігіт. Көре көзге. Апкеш. Жігіт па жігі ма? На оқиықшы алып бәріміз. Жігіш деп тұр. Жігіш. Қарап отырып қате жазды. Жігіт деме қарама. Өткір жігіт. Өткір жүзді. Өткір пышақ. Өткір пышақ. Сосын сөзі өткір деп те жаз. Обязательно. И короче, мен айтқан кезде ғана не қылайыншы, сөйлейінші, айтпесе сен қателесіп кетсің. Мен жаймен барып Нұрханды аңдып келейін, сотқа көріп отыр ма, әлде сабақ оқып отыр ма? Өткір не дедіңіз? Өткір пышағы. Өткір пышақ, жүзі өткір, сөзі өткір. Арасында жаңа кішкене барып Нұрханның бір шетін ғана видеоға түсіріп бердім, сабақ оқып отыр ма екен деп. Полностью түсірген жоқпын, өйткені үстінде жоғары жағына киім жоқ екен, ол ренжиді түсірсең. Сабақ оқып отыр екен. Нұрекем, молодец. Видеоны көріп отсаң саған бұл. Так, не болды? Болдың ба енді? Иә, мына сөзге қажет. Құс ұшты дегенде. Біраз үйті кітаптар сөз ғой. Құс ұшты. Құс ұшты. Тағы не шет? Ұшты, қарға ұшты дейсі ғой. Жасы, я бұл да бір сөз ғой, ойын бұсы да. Ойында сөзден тұрады ғой десең. Шашыңыз красавица болыпты, шашыңыз жүрдіңіз ба? Кімнің қызы екен осы? Сұп-сұлу болды. Сосын болды ма? Не ол болды ма? Құс ұшты дегенде. Болды, я. Неше сабағың қалды? Аяқта мен ағылшын мен қазақ тілін бітірдім. Сколько остался? 2 сабақ қалды. Қандай? Орыс тілі мен математика. Орыс тілі мен математика. Ертең неше бес алып келесің? Неше бес алып келетініңді примерно айт, өйткені мен қазір мына жерге айтайын деп тұрмын осы видеоға ше. Сосын ертең адамдар көреді да, келесі видеоға алып келген бағаңды ертең салам. Ертіп қалып жүрмесін. Адамдарға айтам, астына жазыңдар, мазақтандар, баға алмапты деп. Короче, 2-5 либо 3-5. Өзіңе көп алып қойған жоқсың. Енді қазақ тілден 4 алуым мүмкін. Сосын 5 түгілі баға алмаймын ғой. Сүйікті сабағың қандай? Ағылшын, орыс тілі, әдебиет. Ағылшын, орыс тілі, әдебиет. Қандай мамандықтың иесі болғың келіп жүр? Айтпақшы, өзгесін айтпақшы, естелікке осы жерге айтып қойшы. Қандай мамандықтың иесі болғың келіп жүр екенін, сосын ертең мектеп бітіргеннен кейін оқып бітіргенсің. Құдай қаласа осы видеоны қарайсың. Сол кезде қандай мамандық болғым келіп еді деп мүмкін өзгеріп кетесің ба, мүмкін расында да сондай мамандықтың иесі боласың ба? Орыс тілі либо ағылшын. Мұғалім? Почему? Ну, у него зарплата. Зарплата ма тек қана? Басқа да зарплата көп. Жоқ, сонда да зарплата, ради зарплата емес. Просто
зарплата и короче мен екеуінде де еркін сөйлеймін. Орыс тілінен ағылшында. Мұғалім болған ұнай ма? Хорошо. Бастауышқа беремін, алтыншы сыныпқа беремін, басқа болғаны үшін. Не только бастауыш. Абырой жоқ. Мамаң бір адам бір үйде бастауыш етеді сол. Онда үлкен сыныпқа беремін. Үлкен сыныптың мұғалімі қайтан ағылшын или орыс тілі? Давай, осы видеоны ютубқа сақтап қоямын. Неше жылдан кейін көреміз? Примерно сен қазір неше оқисың? 5 оқисың, 6 жылдан кейін 11 бітіресің. Короче, әргет! 7 жылдан кейін көреміз. Уже бірінші курс студенті болып жүресің ғой сол кезде. Давай кет, Тайвар, келесі сабағыңды қазір барып тексерем екеуіңді де. Мен сабағым болмыш осы ағылшын ғана алып. Мына жерде Нұрекең тұр, түсіренсем киім жоқ, сондықтан түсіре алмаймын. Давай. Сабағыма келем ба? Мына Браво Старсты көрсетті маған.